Қанша борышкердің көлігі арнаулы тұраққа қойылды? Іс-шараның 3 күнінде қанша дерек анықталды? Қорғау нұсқамасын бұзған адам тіркелді ме? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Атырауда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында 2500-ге жуық қорғау нұсқамасы шығарылған. Жыл басынан бері Атырау облысында 3106 отбасы тұрмыстық қарым-қатынастар саласында хабарламалар тіркеліп, оның ішінде 315 құқық бұзушылықтар қайталап жасалған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабы отбасы тұрмыстық қатынастар аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер бойынша 1884, 73-те 1-ші бабы денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру, 73-те 2-ші бабы ұрып-соғу бойынша 828 құқық бұзушы жауапкершілікке тартылды. Аталған құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында отбасылық жанжалқорларға 2469 қорғау нұсқамалары шығарылып, құқық бұзушының мінез-құлқына 611 ерекше талаптар белгіленген. Қорғау нұсқамасын бұзғандары үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 461-ші бабы бойынша 191 адам әкімшілік жазаға тартылды. Жедел алдын алу іс-шарасы кезінде 1200-ге жуық дерек тіркелді. Көшелер мен басқа да қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында 21 мен 23 қазан аралығында Атырауда республикалық құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді. Бір күнде 278 құқық бұзушылық анықталды, ал 3 күнде 1131 дерек анықталған. Оның ішінде жаяу жүргіншілердің және жол жүрісіне өзге де қатысушылардың жол жүрісі қағидаларын бұзған 211, шетелдіктің Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзған 144, ортақ пайдаланылатын орындарды ластаған 145, жеке басты куәландыратын құжатсыз жүрген 106, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүрінсіз түнгі уақытта тұрғынжайдан тыс жерде болған 102 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы ретте полицейлер жол ережесін қатаң сақтау керектігін еске салады. 27 миллион теңгеден астам айыппұлын төлемеген борышкерлердің көлігі арнайы тұраққа қойылды. Жол қозғалысы ережесін бұзған үшін әкімшілік айыппұлдарды өндіріп алудың тиімділігін арттыру мақсатында тәртіп сақшылары күнделікті рейд жүргізуде. Рейд барысында полицейлер айыппұлдарын төлемей жүрген 10-нан астам жүргізушілерді анықтады. Мәселен, маркасы Kia Cerato автокөлігінің 900 миллион 520 мың, Toyota Camry автокөлігінің 4 миллион 500 мың теңге, Volkswagen Polo автокөлігінің 4 миллион 545 мың теңге, Honda Odyssey автокөлігінің 330 мың теңге, Toyota Camry автокөлігінің 6 миллион 500 мың теңге, Mercedes автокөлігінің 1 миллион 500 мың теңге көлемінде төленбеген айыппұлдары бар екені анықталды. Құзырлы орган өкілдерімен бірлесіп атқарған жұмыс барысында аталған автокөліктер арнаулы тұраққа қойылып, бүгінгі күнге дейін 8 миллион теңгеге жуық айыппұл өндірілді. Осы орайда тәртіп сақшылары жол жүрісі ережелері мен жолдағы сақтық шараларына мұқият болуды тағы да ескертеді. Тұрғындардың қауіпсіздігі қашанда құзырлы орган қызметкерлерінің назарында.